Баршаңызға сәлем. Бүгін біз қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Дайын қатпарлы қамырмен жасаймыз. Бізге керегі пияз. Оны кішкентай төртбұрышты қылдырып турап аламыз. Фарш дайындап қойдық. Оның үстіне пиязымызды саламыз тураған. Одан соң картошкамызды жаңағындай төртбұрышты қылдырып турап аламыз. Одан кейін тұз, бұрышын дәміне қарай саламыз. Әртүрлі приправалар, паприкалар қосуға болады, өз қалауларыңыз бойынша. Мінекей дайын болды. Енді слоеный тестамызды алып шығамыз. Оны бөліктерге бөлеміз. Өстіп 5 бөлікке бөліп шықтым. Осылай салып, әртүрлі формалар жасаймыз. Мен 3-4 форма жасап көрсеттім. Солай жасауға болады. Қонаққа дастархан сәнін келтіретін самсалар жасап көріңіздер. Мінекей, мынау екінші түрі. Үшінші түрі кетті. Төртінші түрін көрсетемін. Яғни тюльпан гүл сияқты формада. Мынау да тоже тюльпан гүл сияқты, бірақ оның екінші түрі. Осылай әртүрлі формада жасауға болады. Жасап көріңіздер. Одан соң салып шығамыз. Жұмыртқаның сарысымен үстеріне жағамыз. Осылай жағып шығамыз. Одан соң үстіне тағы да әдемі болу үшін кунжут және мак алдым. Соларды араластырып, үстеріне сеуіп шықтым. Мінекей осындай болып шықты. 180-200 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер. Көргендеріңізге рахмет.